Гаага махкемесінде Қырым мевзусына дайыр алынған қарарының йылы кечті. Бұл мунасебетінен Украина Бірleşкен Milletler Teşkilatı'nın халқара махкемесінден Русияның Қырым Татар Милли Мejlisінің фааллігіне ве ижғал етілген Қырымда Украин тілінің отқытуына ясағыны лағу етмеге мejbur олғанını таздықламаға режа еті. Махкеменің былтыр апрелінің 19-ында алған қарарына көре, ишбу бейанатыны Украина тышқы ишлер назирлігі Гаага махкемесіне yolлады. UATV телеканалына назирліктің спикері Марияна Бетс айтқаны кебі, БМТ халқара махкемесінің чықарған қарарының бұ кебі көрмемезлікке ұрывы эмсалсыздыр. Бүгін Русия махкеменің мұтлақа ерене кетірілмесі керек олған қарарыны ерене кетірмеді. Мejlis әлі да çalışмай. Русия халқара тышкілетларға өз үрметсізлігіні көстірмеге девам еті. Махкемеге мұражат етме қарарына келдік. Да бір кере қарарына бақып чықсын ве Русияның насыл еті парекет әтежегіне қарар берсін.